Сәлем оқырман. Ержігіт пен еңліктің ара қатынасы не болып жатыр? Екеуінің қыз сыны біткеннен кейін екеуінің қарым қатынасы бітеді деген. Бірақ оған қарамастан ержігіт еңліктің қасынан шықпайды. Кеше болса екеуінің кездесуі болыпты. Қайда деп ойласыздар, ойыңызды жазыңыз. Ал сізге айтатын болсам, кездесулері ойын-сауық батутта болды. Екеуі секіріп ойнап балаша қуанып жүр. Оңай болып көрінгенмен қиын деп қояды ержігіт. Біз еңлік екеуіміз қорқып тұрмыз дегендей болды. Екеуі күндерін жақсы өткізген көрінеді. Екеуі жараса ма, жұптыққа келе жатыр ма? Қалай ойлайсыздар? Және еңліктің парақшасында бүгін бір түсініксіз ойлары шықты. Оқып берейін. Мән жайды білмей сөйлеудің қажеті жоқ. Егер шынымен қызық болса, өзімнен бір ауыз сұрайтын еді. Олай ойнатып керек емес. Жағдайымды да сұрамайтын адам мені қалай қызғанады. Барлығы мені екі жастың ортасына түскендей қылып жатыр екен. Жақсы түспей-ақ қояйын. Бақытты болсын деп жазыпты. Кім жайлы жазды, қалай ойлайсыздар? Мадина деп ойлағаным бар, бірақ ешкім әлі де тіл қатпады. Ал көрерменнің пікірін оқып көрейін. Ержігіт сонда керемет жігіт, тәртіпті, тәрбиелі, керемет. Айтарға сөз жоқ, анасына мың алғыс. Ержігіттей ұл тәрбиелеп өсірген, арманына жете бер балам, Алланың қалауымен. Бір басын екеу болсын иншалла. Ержігіт өте жақсы азаматсың. Бақытты бол. Мадинаға мүлде көңіл бөлме, пікір де айтпай-ақ қойшы. Сол қызбен таныстық тоқтағаны дұрыс. Болды. Сыйлағанды білмейтін адамға сөзіңді зая кетірме. Ержігіт пен Мадинаның сезімі әлі өшпеген сияқты. Бір-бірін тусінсе, ақылға салса әдемі жұп шығатын сияқты. Мадина жас қылықты жақсы қыз. Ержігіт жаймен түсіндіру керек сол. Кезде ол қызда толық түсінеді. Көздерінен өшпегені көрініп тұр, дейді оқырмандар.